Сәлем достар, YouTube арнамда алғашқы 1000 оқырман толуына байланысты толық видеома қош келдіңіздер. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы сіздермен бізге Marvel және DC қаһармандарынан кем түспейтін супер күш сыйлай алатын бұлшықетті анықтайтын боламыз. Бұл бұлшықет әрине білек болып табылады. Білектің анатомиясына келетін болсақ, білекте 1 емес, 2 емес, тіпті 3 емес, 20 бұлшықет өз жұмысын атқарады. Оның ішінде негізгі функциялары ол саусақты бүгу, жазу, алақанды немесе жұдырықты бүгу, жазу, тисттің, алақандың пронациясы және супинациясы және қолды шынтақта бүгу болып табылады. Анатомиясынан кейін енді бізге керегі ол ұстау түрлері. Ең қызығы ол жерден басталады. Бірінші ұстау түрі ол статикалық ұстау. Статикалық ұстаудың өзі мен екі түрге бөлетін болатын ем. Біріншісі ол қосалқы снарядпен, яғни гиртасы, штангамен, гантелімен жұмыс атқаратын барлық спорт түрлері, яғни фитнес, бодибилдинг, пауэрлифтинг, ауыр атлетика және гір спорты. Екіншісі өз салмағымызбен атқаратын спорт түрлері. Оның ішіне жартасқа өрмелеу, яғни скалолазание, гимнастика және стрит воркаут жатады. Екінші ұстау түрі ол саусақ ұшымен көтеру. Бұған бізге штангының білендері немесе дискілерін саусақ ұшымен көтеру, жонглирование жасап айналдыру кіреді. Үшінші ұстау түрі ол қысып ұстау, яғни қысу күші. Қысу күшін біз қалай анықтай аламыз? Қысу күшіне арналған қазір динамометр және статометрлер бар, оны барлықтарыңыз білесіздер. Қазір әлеуметтік желіде кеңінен тарап жатыр. Және торсионный эспандерлар, яғни темір эспандерларды қысу арқылы өзіміздің қысу күшіміздің деңгейін көрсете аламыз. Төртінші ұстау түрі ол изометриялық ұстау болып табылады. Изометриялық ұстау деген ол күш атасын танымас бізде күш дәстүрі бар. Бұл жерге шеге майыстыру, шегеден ой-өрнек жасау, тақа майыстыру, карта жырту және календар жырту кіреді. Біз бұны спорттан алыс жүрген адамдарға көз алдында карта жыртып, немесе екі шеген бір-біріне байлап көрсететін болсақ, көз алдарында Marvel қаһармандарынан кем түспейтін боламыз.